Ассалаумағалейкум арма қазақ елі, аты жөнім Марғұлан Нұрданғазыұлы. Келе жатқан ораза айт мейрамдарыңыз құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі айтатын тақырып саясат және дін. Соңғы уақыттарда саясатқа араласпа, үндеме, тыныш жүр, билікке қарсы сөйлеу өміріңе қауіп, сен ештеңе өзгерте алмайсың деген сөздерді жиі естіп жүрмін айналамнан, жолдастарымнан, әсіресе туыс-туғандардан да. Бір сәт ойланып көріңіздерші, біз үнсіз қалған сайын әділетсіздік өсіп жатыр. Біз үндемеген сайын өкімет барған сайын байып, ал халық керісінше кедейленіп бара жатыр. Саясатты қарағалық қазекең тек жүйенің басы қасында жүрген, аты бар заты жоқ шенеуніктерге тән деп түсінеді. Ал негізі саясат сіз бен біздің күнделікті өмірімізде. Азық түліктің бағасы айта кетсек, бензиннің құны, оқу ақысы, ауруханадағы жағдай, жастардың болашағы, ой тізіп айта берсең жетеді. Соңы жоқ бұның. Жалпы өміріміз, ары бері жүргеніміздің барлық саясат, қысқаша айтқан. Саясатқа араласпау, бұл өз тағдырыңа бейжай қарау деген сөз. Ал дәл осылай қараға қарсы тұрудан қауіптенсеңіздер, қорықпаңыздар. Қауіп бар, бірақ үндемей қалу одан да қауіп. Өйткені үнсіздік зұлымдыққа келісім білдіру. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам әділет үшін күресті. Ол Меккеде әділетсіз қоғамға қарсы шықты. Құлдықты сынады, әйелдердің қорлануына қарсы тұрды, байлардың кедейді басынуына тоқтау салды. Осы үшін қуғын көрді, мазақталды, бойкотқа ұшырады, бірақ үнсіз қалмады. Сондай-ақ Құранда Маида сүресінің 8-ші аятында әділ болыңдар, бұл тақуалыққа жақынырақ деген. Жалпы пайғамбарлардың тарихына көз салсақ, олардың зұлымдықпен күрескенін көреміз. Тағы да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның жолы тек дін жолы емес, ол әділет жолы, ақиқат жолы, қоғамдық ояну жолы. Енді бір маңызды нәрсе. Біз Рамазан айының соңына келдік. Ораза тек ішіп жемнен тыйылу емес, ораза нәпсіні тәрбиелеу, әділетсіздікке қарсы тұру, соған дайындалу. Біз бұл айда рухани тазардық, ішкі сабыр мен төзімділікті таптық. Енді осы ішкі өзгерісті сыртқы өзгеріске, яғни қоғамдық әділет үшін үн қатуға қолданайық, бауырлар. Мұхаммед пайғамбарымыз Бәдір шайқасында да Рамазан айында өткізген. Яғни бұл ай тек кешірім мен сабыр емес, қажет кезде ақиқат үшін күрес ай. Бірақ өкінішке қарай қазіргі қазақ қоғамында кейбір діни құрылымдар, соның ішінде КМДБ, халықты шүкіршілдікпен ғана шектеп, әділетсіз болса да билікке бағынуға үгіттеп келеді. Басшыға қарсы шығуға болмайды, сабырлы қыл, бәрін Алла шешеді, Аллаға тапсыр, дүниені емес, ақыретті ойла, бәрін Аллаға тапсыр деген сияқты ұрандармен халықты үнсіздікке, көнбістікке итермелейді. Бірақ бұл исламның шынайы мәні емес, бауырлар. Ислам әділет діні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зұлымдық көрсең қолыңмен тоқтат, ал болмаса сөзіңмен тоқтат, ол болмаса жүрегіңмен жек көр деген. Бұл нағыз мұсылманның ұстанымы осындай. Сондықтан бауырлар, қорықпаңдар, үнсіз қалмаңдар, саяси сауатты болыңдар, ақиқат іздеңдер, сұрақ қойып талап етіңдер. Бұл ел сенің елің, болашағың сенің қолыңда. Жүйеден емес, шындықтан қорқ. Дінді қорқыныштың емес, әділеттің жолы ет. Әділет үшін күрес, жасық болма, ойыңды ашық айт, жеткіз. Саяси сауатты бол, бауырым. Пайғамбар жолы күрес жолы екенін ұғын. Рахмет. Видеоны бөлісіңіздер, таратыңыздар. Сау сәлеметті болыңыздар.